Оларға арналған сапалы контент аз. Менің балам қазақ тілінде ештеңе көрмейді, себебі таппайды. Қашан қазақтар мультфильм түсіруді бастайды? Қашан қазақтар мультфильмдерді қазақшаға аударады? Солай деп айтқандардың бірі мен едім. Я, достар, Freedom Media платформасы осы мәселенің шешімін тапты. Біздің платформада қазақ тілінде балалар көретін дүниелер өте көп. Мультфильмдерде, мультсериалдарда. Мысалы, Ньютон Авеню көшесіндегі нөмірі 1-ші үй деп аталатын мультсериалды кішкентай бөпеде, жасөспірім бала да, тіпті олардың ата-анасы да сүйсіне тамашалай алады. Олай болса, Freedom Media'да қазақша дыбыстауда осы мультфильмді көріңіз, бағасын беріңіз.